Ассалаумағалейкум. Мынандай Nissan автокөлігінің стартерін алып келді. Стартерін қарамастан бұрын стендке салып қарадым. Втяговый щель тартып тұрды. Мына якорь айналдырмай тұр. Прямойды жасамайды, былайды жасамайды. Внедорожник машинанікі деді. Соны енді осыны ашып, ақауын анықтау керек болып тұр. Күмән мына счетчный узелға, счетке түсіп тұр жалпы. Осы жақтан болып тұр проблема. Не якорьден, не счеткеден болып тұр. Стартерді ашар кезде мына втяговый щель жағы ашылды да. Сосын мына основной счетканы ұстап тұратын екі мына кішкентай болтик ашылып тұр. Екеуі. Енді мына екі стартердің тұла бойын полный ұстап тұрған екі болт ашылмайды мынау. Мынау жабысып жатыр мынау. Болт қозғалады, болды ашылмайды. Стартер ашылмағаннан кейін мына болттың мына бойы бар ғой мына жері. Аның ішіне водосорг толтырып қойып, 1 сағат қойдық, 1 сағат. Ашып көрдім, ашылмайды. Енді бұны қыздырып көру керек болып тұр. Байырнекпен жайлап. Қыздырып, бұны да тағы да бұрап көрдік, кілтпен. Одан да ашылмай тұр мынау. Бұны қатты қыздыруға да болмайды, себебі бұны қыздырған кезде мынаның ішінде мынандай редукторы пластмасс бұның. Сосын мына жерде резиновый тағы бір нәрсе бар, редуктордың үстіне ішінде шестеренкілерді ұстап тұратын. Вилкасы бәрі де ішінің бәрі пластмасс, сырты алюминий қысып қалған. Енді мына болт алюминийдің арасына кіріп кеткенде соны жібермей тұр. Жаңа стартерді деген қыздырып та бірақ көрдік, водосоргта сіңдіріп бірақ көрдік, ашылмайды. Содан кейін сәл арқаға апарып салып қойдым 1 сағаттайға. Соның өзінде мына болттар ашылмай тұр. Жабысып қалған іші деген. Бұл ашылмайды, болт қатты бұрасаң жұлынып кетеді. Енді бір вариант, мына болттың бастарын жайлап кесіп тастап, екі болттың басын полный ашып аламыз да, сосын мына жерге кішкентай басқа болт сварклейміз. Сонда мына тұрған болт шпилька болады да, аяқтан екі болт шығады ғой. Сосын соған гайкамен қатырып, полный ішіне ремонттап, есіне жинап беретін боламын. Стартер ошым ашылмайтын болып тұр, жаңағы екі болт. Кесуге тура келеді. Содан кесіп басына болт сварклейміз иншаллах. Стартердің артын кесіп, толығымен ашып алдым ішінің бәрін. Енді бұның ішінде механический жағынан втулкілері бәрі жақсы кенде. Бұл шестеренкі де жақсы. Якоры де былай нормально. Бірақ мана қосқан кезде айналдырмай тұрған себебі мына араларына масса бермей қалады, мынаның аралары. Сол болуы мүмкін. Себебі мынаның счетчный узелдің қарындаштары ұзын. Мына кабельдері күйген күймеген анықтай алмай тұрмын, себебі жаңа сәліркеге батырып не істеп жүрген ішіне май өтіп кеткен. Бірақ мына жерлері ағарып тұр. Сосын тағы бір нәрсе, втяговый щель тартады да былай қарай. Бірақ фазадан якорьге тоқ бермей тұр. Мына екі ортасында питак бар, соны питактың басы күйіп кеткен болса керек. Себебі мынадан мынаған тоқ шықпай тұр қапқан кезде. Толығымен тағы да тазалаймын мынаның бәрін. Сосын ауруын тағы да анықтайтын боламын. Стартердің жаңағы кесіп тастаған болтының басына мынандай етіп болт кесіп сварклеуге алып келдім. Мынау енді данный момент шпильканың рөлін атқарып тұр. Шпилька сияқты мына ұзындығын бәрін келтіріп қойдым. Мына жерден 5 мм шығады корпустан запаспен. Сосын мына күйіп қалған жер ғой, екі ортасын бәрін жалтырап тұрған. Осы жерінен масса ала алмай күйіп қалған ғой. Арасы деген қап-қара болып тұр. Бәрін жалтырап тазалап қойдым. Мынаның масса алатын жері, сосын мынау основной корпустың масса алатын жері мына жалтырап тұрған. Сосын оны задний корпусқа береді, мына крышкаға береді ғой, мына жерден. Оның бәрін тазалап қойдым. Сосын ол мынадан массаны алған кезде мынаны тазалап қойдым.
оған енді счетчный узелға барады. Счетчный узел жақсы екен мынаның енді. Мына кабельдері сәл күйген, бірақ ол ондай қатты страшный емес. Әлі жүреді. Мотор қатты ауырлық қалмаса жүреді. Мына жинап көрем қазір. Сосын жайлап тексереміз. Стартердің мына редуктор жағын жинап қойдым, якорь жағын. Втягивающий релесіз өзін. Себебі мана басына салған кезде бұл промой қосқан кезде тоққа жасамай тұрды. Енді осыны жинап болғаннан кейін тексеріп көріп жатырық. Мына жағы мынаның жақсы жұмыс жасап тұр. Енді бұл втягивающий релесін салып қараймыз. Бірақ втягивающий релесі қауіп тұрды, астынан тоқ бермей тұрды бағана тексерген кезде. Сонда да салып қараймын қазір иншаллах. Стартерді толығымен жинап, тексеруге қосып қойдым. Бұл жаңағы ішінен сваркіленген екі шпилькі шығып тұр, қазір 1 сантиметрден шығып тұр, артығымен алғасын. Сосын мана втягивающий реленің мына болты бос болған, ішіндегі медный болт қой. Соны основной фазаға тартқан кезде мына қатайып қалды. Соған қарағанда мынаның арасы мана дұрыс демегеннен астына тоқ бермей тұрған сияқты. Мына себебінен қозғалып тұрады, бос тұрған кезде. Мына гайкамен тартатын болса, қатып қалады, қатайып. Тап-тастай алып тұр қазір. Тексеріп көреміз қазір. Втягивающий реле тартып тұр, индексті шығарып тұр, одновременно айналдырып тұр. Стартер жақсы жұмыс жасап тұр. Бұның манағы анықталмаған бір причинасы мына болт бос болғаннан дұрыс істемей астына тоқ бермей тұрған болу керек. Екінші причинасы мына мойны, мына масса салатын жерлері, әсіресе мына жері күйіп қалған болт. Біріне бірі масса бермей, арасы қап-қара болып күйіп қалған, мана қайрап алып тастаған жер. Сол екі причина ғой. Стартер толығымен дайын, иесіне табыстайтын боламын.